Құрметті желі қолданушылары, бүгін біз сіздермен салар сөзінің мән мағынасына тоқталатын боламыз. Салар сөзі ертеден келе жатқан сен саларда мен салар, атқа жемді кім салар деген мәтел бар. Мұндағы салар сөздері қазақ тіліндегі сал етістігінің есімше тұлғасы сияқты болып көрінеді. Шындығында мұнда 3 рет қайталанған салар сөзінің соңғысы ғана етістік тұлғасында, ал алдыңғы екеуі есім сөз. Ол басшы, бастаушы, бастық деген мағынадағы парсы сөзі. Парсы тілінде жоғары әскери басшыны, орыс тілінде главнокомандующий дегенді сипақ салар деп атайды. Сипақ әскер, армия деген сөз. Сонда әскер басы, армия басшысы деген термин. Керуен басы дегенді каруан салар деп те атайды. Сонда жоғарыдағы қазақ мәтелімен мен бастықпын, сен де бастықсың, атқа жем салып, сен тоқым салып, қызмет ететін кім болмақшы деген мәнді білдіреді. Құрметті оқырман, бүгінгі ақпарат сіздерге ұнаса, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Рахмет.